Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер өте дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Кешкі асқа бізде картошка по-французски. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпа. Ең алдымен пиязымызды көбіктеп кесіп алып, осылай пісіретін ыдысымызға саламыз. Үстіне күнбағыс майын құямыз. Содан кейін етімізді жақсылап пластинка етіп кесіп, жақсылап тұздап, бұрыштап, тоже пияздың үстіне саламыз. Егер сіздер мен сияқты фрикаделька қолданатын болсаңыздар, фрикадельканы тек қана тұздаймыз. Тұздап болғаннан кейін картошканы үстіне саламыз. Картошканың қабығын ашып, осындай пластинка етіп кесіп, кептіріп алып салуымыз қажет. Кептіріп алып салғаннан кейін үстіне тағы да тұз, қалауларыңыз бойынша бұрыш және де майонез саламыз. Осылай қайта-қайта жасай береміз. Картошка, тұз, бұрыш және майонез. Міндетті түрде тағы да күнбағыс майын құйып қойыңыздар. Бұл өте маңызды, ұмытып кетпеңіздер. Міне, картошканың соңғы слойын салдым. Соңғы слойын салғаннан кейін үстін тағы да жақсылап тұздаймыз, бұрыштаймыз және де үстіне теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Сырымызды салып болғаннан кейін капустаның осылай 2-3 жапырағын алып, осылай сырдың бетін жауып саламыз. Капустаның да үстіне кішкене тұз сеуіп жерлеріңізге болады. Енді ыдысымыздың бетін жауып, 180 градуста қызып тұрған духовкаға 40-60 минутқа жібереміз. Міне осылай дәмді болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, астарыңыз дәмді болсын. Бірақ ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз және жанындағы колокольчикті де міндетті түрде басып қойыңыздар.